Менің негізгі балалық шағымдағы арманым милиция қызметкері болу еді. Себебі өзімнің нағашым бар еді, ең жақсы көретін нағашым, ол кісі қазір марқұм. Сол кісінің киіп жүрген киіміне қарап мен соған қызығатын едім. Неге болмадыңыз? Уақыт келе кейін ол уже өзіме ұнамай қалды. Ол енді кезінде балалық шағымдағы арманым. Одан кейін менің балалық шағымдағы арманым әкемнің машинасына отырып алып, соны айдайтын тұғым. Айдағанда қалай, просто ішінде отырып ойша айдайтын едім. Енді сол немнің арқасында шығар, осы машинамды да алдым. Машинаны алған кезде де, конечно, бағанағы досымыз екеуміз, Бегал екеуміз, соны қатты армандап барып алдық та. Соған біз, шын айтқан кезде, 3-4 ай тамақ жемей, нан жемей, екеуміз сол машинаға армандап, желаниемізбен сол машинаға қол жеткізгеніміз бар. Соны алып болғаннан кейін бар, машинаға отырған кезіндегі балалық шағыммен өзім есіме түскені бар еді сол. Қорқынышыңыз деп жатырсыз ғой. Енді бірінші шындап келген кезде біліміміздің жетпегендігінен шығар, соның барлығы бірінші айналып келгенде қорқынышқа келіп тірейді. Себебі мен ертең ол жерде қалай боламын. Бірінші ойыма сол нәрсе келеді. Енді өткендері бір сондай бір не болды. Не болса ол болсын, мен осы асхананы ашамын деген ой келді. Енді сол асхананы ашамын деп ақша да тауып қойдық, қуана досымыз екеуміз барлығын істеп қойдық. Енді оны кейін бір сәті болмай, сол асхананы тоқтатып тастадық. Бірақ сол кездегі екеуміздің қалай болса да олай болсын, ұтылсам ұтылайын, бірақ осыны жасаймын деген екеумізде немен бастақты. Бірақ енді бағанағы егесімен біз келісе алмай қалдық. Енді қалай айтсам болады, біз енді қазақпыз. Қазақта барлық нәрсені көп жерде бесе тыйып тастайды. Ят болады, олай істеуге болмайды, бұлай істеуге болмайды деген сияқты. Сосын шынын айтқан кезде мен басындағы басқа арманым, бағана айтып өттім, ағама, Талғат ағама, кафе ашу еді. Бірақ сол кафе ашу болған кездегі маған 100% адам тек қана қарсы болды. Себебі сен әлі жассың, сен нәрсе, ол нәрсе сен қолынан келмейді деп. Ал бірақ біз именно осы кәсіпті бастаған кезде, шынын айтайын, бірде-бір адаммен ақылдасқан жоқпын. Бегалы екеуміз, бағана партнеріміз, досымыз екеуміз, осыны ешкіммен ақылдаспай, осы тірлікті бастадық. Бірақ осы жүріп кетті. Ал кейінгі салаларда тағы да бір-екі ойларым болды. Газоблок, пеноблок дейді ғой. Сол нәрсені шығаратынымыз деп, осыдан бір 2 жыл бұрында қолға ала бастадық. Сол кезде бағанағыдай көптеген сындар келді. Көптеген бағанағыдай мен істеп көргем деген адамдар келді. Мен ол болмайды деген адамдар келді. Сосын біз не болса да ол болсын деп біздің Алтайский крайда бір не бар екен, соған заводқа біз заказ береміз деп отырғанымыз. Уже келесі жылдан бастап именно бізде газоблок шығаратын заводтар көбейіп кетті. Сол үшін біз ол тірлікті тоқтатып қойдық. Енді қорқыныш болғанда менің особо өмірімде бір қатты қорқатындай бір нем болмаған. Содан бір тоқтап қалатындай бір нем болмаған. Былайша айтқанда сенімсіздік қой адамға. Сенімсіздік. Өзімізге сенімсіздік. Себебі мен де енді осы сенімсіздігімді құртамын деп біраз кітаптар оқыдым. Бағана Секрет деген фильмді де көрдім, мысалы. Осы Қуаныш ағамыздың кешегі Шомбайдың кітабында оқып көрдім. Оны да не қылдым. Енді ғана былайша айтқан кезде сенімсіздік деген нәрсені алып тастап, болсын болмасын тек қана алға қарап жүруді өзіме былайша айтқан кезде досымыз екеуміз мақсат қылып қойдық. Жарымнан қателескен емеспін. Енді ол жарымды мен былайша айтқан кезде өзіме мақтан тұтамын. Себебі ол қазір 3 баламның анасы. Барлық өзімнің көңілімнен шығады. Ол өзімнің анамның да көңілінен шығады. Ең бастысы мен өзім анамның көңілінен шыққан. Себебі сол анам мені жалғыз осы жерге дейін жеткізген сол кісі. Енді мамандық жағына келетін болсақ, мамандық жағынан қателестім. Себебі мен де финансист болдым. Оны да анамның айтуы бойынша болдым. Сосын бағанағыдай инженер-технолог, именно бағана текстильный жағынан. Ол жағы маған өзіме ұнаған жоқ. Адамның ақысын жеген кезім дегенде, нақты бір адамның бір ақысын жеген кезім енді болмаған. Мүмкіндігінше мен адамдарды разы болғанын қалаймын. Адам ретінде тез ашуланамын. Адам ретінде.
Адам ретінде сосын мен өзімнің әкемнің қалған бір мінезі бар. Біреуге іс тапсыратын болсам, үйіп төгіп тапсыратын әдетім бар. Оның былайша айтқан кезде қолынан келеді, келмейді, неғылмаймын. Мысалы, үйде ініме или біреуге бір жұмыс тапсыратын болсам, азаннан кешке дейін бір 10 тірлікті мойнына артып кететін кезім болады. Енді ол мінезім енді әрине өзіме де ұнамайды. Кезінде әкемнің ол мінезі маған да ұнамаған, бірақ енді ол қанға сіңген не да. Сосын өзім байқаймын, көп жерде өзімнің тірлігімді соңына дейін жеткізбеймін. Мүмкін. Көп немді өзім байқаймын да солайша. Өйткені мен өзіме өзім осыдан кеше сіздердің нелеріңізден кейін түнде барып өзіме анализ жасадым. Мен бұл өмірде неге мен бұндай күйде жүрмін деген ойға келдім да. Сөйтсем көп немді, мен өзім соңынан жеткізбей кеткенмін. Ол әшейін қалай айтсам болады. Күнделікті, мысалы, үйдегі тірлігімнің өзін солай істейді екенмін да мен. Болмаса, істеген бастаған тірлігімді аяғына дейін бітір деп барлық кітапта айтылады. Бірақ сол нәрсені қолданбайды екенмін өзіме. Ал басшы ретінде келетін болсам, басшы ретінде де бір мықты бір басшымын деп айта алмаймын әрине. Себебі менің білетінім, білмейтінім өте көп. Бірақ барлық қызметкерлерім мүмкіндігінше көңіліне қарап отырсам. Жетістік маған не үшін керек? Жетістік маған керегі біріншіден. Менің анам қазір сіздердің қалаларыңыз Алматыда жұмыс істейді. Сол анамды өзімнің қолыма алып алу бірінші мақсатым. Енді ол кісі қазір өзі әбден жұмыс істеп қалған кісі, өзіне өзі жұмыс істеп қалған кісі. Ол кісі Бекжан, егер менің сол жаққа барғанымды қалайтын болса, мен істейтін бір нәрсе тауып бер дейді. Толе магазин ашып бер дейді, или бір нәрсе ашып бер дейді. Екінші, өзімнің семьямды, ертең бала-шағамды, өзімнің болашақтағы өмірімді қиыншылықсыз өзіме әйтеуір жететіндей қылып, қалай айтсам болады, өмірге рахаттанып өмір сүргім келеді. И бала-шағамды да сондай бір қиыншылық көрмесе екен деген оймен. Биіктен көргенде осы мәселе мені қатты толғандырады, и осы мәселеге мен өзім әлі күнге дейін жауап бере алмай отырмын. Биіктен көргім келеді, өзім биіктен қараймын өзіме ше. Шын айтқан кезде, бірақ менде арманым нақты жоқ. Сол үшін мен өзімді биіктен көре алмай отырмын. Арманнан гөрі өкініш көп сияқты. Өкініш, мен өкінетіндей былай өмірімде бір қатты бір не болмаған. Мен енді бұның бірінші ойлайтын, мен өзім кеше осыны анализ жасаған кезінде өзім ойладым, неге мен бұл жолға келіп тұрдым дедім да. Неге мен одан аржақап жылжай алмайатырмын дедім. Себебі менің анам өзімді жалғыз өсірді ғой. Сол уақытта мені еш уақытта мен қиыншылыққа тастамаған. Еш уақытта мені даже мынандай киімнің өзінде мені мүмкіндігінше балалардың алдында жүруге тырыстырған. Еш уақытта маған жоқ демеген, бер деген нәрсені берген, сұрамаған нәрсені одан да көбірек қылып берген маған. Біріншіден сол. Екіншіден, мен бұл қызметке келіп, осы жерден мен минусқа кірмегенімнен де шығар мүмкін. Өзім бір семьямды бір баға алмай қалатындай бір қиыншылық көрмегеннен кейін де шығар осындай бір жерге келіп тұрғаныма. Мен шынын айтсам осы Q4 несіне өзім қатты сенім артып отырмын. Сенім артқанда қалай? Енді бұл жерде шындап келген барлық нәрсе өзіме байланысты болып тұр ғой қазір. Біз өзім осыдан бір сіздердің мастер-класстарыңыздан алдын бір 2-3 күн бұрын осы досымыз екеуміз отырып ойластық, біз неге бұлай отырмыз деп. Сол кезде біз өзімізге бір ой келді. Мүмкін бізге бір бағыт бағдар көрсететін адам керек шығар. Енді білмеймін, мен бағана ағама да айтып өттім. Енді сол бір өзімнің бір ойлаған нәрсем қазір менде болып жатыр да. Енді мен қазір өзіме осы кеше сіздер мені қабылдаған күннен бастап мен өзіме мақсат қойдым сондай. Q4 бағдарламасында бағана сіздердің ұжымдарыңыз не айтады? Ол қаншалықты қиын болсын, қаншалықты оңай болсын, қаншалықты шынайы түрде көрсету керек болсын, мен солай істеймін деген. Жоқ, мен өзіме кеше өзім негізі солай серт бердім. Себебі мен шын айтайын, жасым да уже 30-дан келді да. Шын айтсам, өзімнен өзім ұяламын. Себебі менің анам әлі күнге дейін, былайша айтқан кезде, көп нәрсеге әлі күнге дейін анам көмектеседі мағанша. Мен соған өзім қатты қынжыламын. И сосын қазір мысалы Қуаныш ағамды мысалы ары кетсе бізден бір 2 жас үлкен кісі. Ол кісінің көрген жеткен жетістігін көріп, мен енді былайша айтқан кезде өзіме ұстаз ретінде оны бірінші солай қабылдадым да.
соған мүмкіндігінше ұқсауға тырыстым. Сеніммен де айта берейін, енді осы сіздердің арқаларыңызда бағанағыдай жаңа бір ойлар туындап, жаңа бір мақсаттарға, бір нақты бір мақсатқа қадалуды, былайша айтпақшы, бағана Қуаныш аға айтпақшы, не дейді, нысана тауып алуды мүмкін осы сіздердің арқаларыңызда тауып қаларын шығармын. Енді сол кезде кеше Қуаныштың да нелерін оқып отырып, посттарын оқып отырып, мен өзім көрдім. Постоянно ұялып соған ұятқа қала бергеннен гөрі лучше бір рет ұятқа қалып тірлігіңді бастап кеткен дұрыс. Орындар аштық. Бұл жердегі бағанағы егесімен келісе алмай қалдық ол жақтан, сосын ол жақта жауып қойдық та, сосын басқа бір мынандай медициналық колледждердің қасынан барып аштық. Енді медициналық колледждердің қасында шынын айту керек, ол жерде өзін жапқан жоқ. Башқұртстан бізге табыс берген жоқ, біз наоборот минусқа кеттік ол жерден. Оның бір себебі болды, ол жердің студенттері, бұл жақтың студенттері ұқсап оқымайды екен. Біріншіден. Екіншіден, олар сессияның уақыты келгенде, басқа уақыт келген кезде, мұғаліммен келісіп кеткенін ыңғайлы санайды екен ол жақтағылар. Сол үшін біздің өзіміздің осы жақтағы бағамыздан 100 теңге бағаны рефератты түсіріп қойсақ та, олар соны қымбатсынды. Бізге башқұртстан ол нәрсе өзімізге тура келмеді. Бізге болады, онда ашуымызға болады, оның ешқандай не жоқ. Ол жерде бірақ қайтадан жаңа база жинауымыз керек та, оған да біраз уақыт кетеді. Біз сол үшін өзіміздегі дайын тұрған базаны дашы ар жаққа дамытсақ деген ойда болған едік. 2 апта бұрын бағана кісінің келісе алмаған кісілер бар, баласы ғой, ол жерде қарсылық білдірген, сатамыз деп шығарған. Соның мамасы келді. Бекжан деді, мына жерді ертең сот орындаушы то ли бірнәрсеге, 1,5 миллион беруіміз керек біз деді. 1,5 миллионды егер біз беретін болсақ, олар бізге бана несін, уақытын создыра ма, то ли бірнәрсесі бар екен. Егер сендер маған 1,5 миллион беретін болсаңдар, мен соны, мысалы, келісілген жылға аренданы алып тастасақ деді. Менде шынын айтсам, онда 1,5 миллион менде ондай ақша жоқ. Менде қазір максимум таба алатын ақшам миллион да. Ол миллионның өзі, мысалы, ол жерде ешқандай оборудование де жоқ, ешқандай условия жоқ та, оның бәрін мен өзім создавать етуім керек ол жерге. Оның өзіне, мысалы, миллион жетпейді. А так негізі повар жағынан, қызметкер жағынан, мысалы, именно сол отыратын жағынан, орналасқан жағынан ешқандай проблема көріп тұрған жоқпын. Сосын мына бер жағындағы ломбард деп отырмыз ғой, осы жерден де аламыз деп бір жерде береміз деді. Сосын өткенде барып оның егесімен сөйлессек, ол айтады, біз ертең жаздың күні бұл жақтағылардың бәрі ішін қайтадан полностью бағанағыдай ремонт жасаймыз, олар істеп жатыр қазір ішін. Кухнялардың бәрін сыртқа істеп береміз, сосын барып береміз деп жатыр олар. Одан кейін ол бізге бұл жерден келіп, любой біреу ашып кететін болса, или ана жерде сатылып кететін болса, ол бізге пайдасы жоқ нәрсе. Бұл жерде кім бірінші ашады, сол ойнап тұр ғой. Мен де кеше сіздерге айтқаным да сол, бірақ мен сіздерге нақты қалай, қай жерде орналасқан сіздерге түсіндіріп көрсете алмадым да соны. Сосын көп адам асхана дегеннен кейін бәрі, ол асхана мынандай деп не алды. Мен медициналық академияның 3-ші курс студентімін. Академия бұл жерге жақын болғандықтан, бұл жерге Ақжелкен студенттерге қызмет көрсету орталығы маған өте ыңғайлы. Бұл жерге мен жиі келемін. Компьютерден, интернеттен керек нәрселерді іздеп табуға және оны шығаруға маған өте ыңғайлы. Сондықтан да басқа студенттерге осы жерге келуге кеңес беремін. Мен осы Оңтүстік Қазақстан медицина академиясында 3-ші курс студенті болып оқимын. Мен осы Ақжелкенге 3 жылдан бері келіп тұрамын. Өте жақсы жұмыс істейді. Менің көңілімнен шығады. Басқа да студенттерге осы жерге келуге кеңес беремін. Саламатсыздар ма? Мен есімім Бижан, өзім оқытушымын. Жалпы бұл жерде Ақжелкен студенттерге қызмет көрсету орталығында жиі келіп тұрамын. Өзімнің документтерімді, құжаттарымды көбінесе осы жерге шығарамын. Арзан, өзі сіздерге де ұсынамын, келіп көрсеңіздер көздеріңіз жетеді.